Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Алпамыс Окей, және мен бүгін сіздерге халықты шулатып атқан TikTok әлеуметтік желісінде масқара тарқалып кеткен ИНУ университетіндегі Мадина деген қыз туралы айтқым келіп тұр. Жалпы ол қыз туралы дегенде именно сол қыздың басынан өткен оқиғасы жайлы толық айтып бергім келіп тұр. Енді толық дегенде толық айтатын болсам, жүрек айнып кететін оқиға, сондықтан да толық прямо айтқым келмейді, бірақ сіздер назар аудармаған, сіздер өткізіп алған тұстарын осы жерлерге назар аударғым келіп тұр. Қазір барлығымыз қолдаймыз, ойбай, Мадина дұрыс жасады, неғып жігіттер олай жасайсыңдар, неге сіздер қыздарды алдайсыздар, неге олай етесіздер, неге бұлай етесіздер. Ал неге біз осы оқиғаның тек қызды қолдайтын жақтарын ғана алып аламыз да, ал қыздың дұрыс емес айтып атқан тұстарын өткізіп жібереміз? Сол тұсқа назар аударайықшы. Давайте соның оқиғасына кірейікші ішіне. Мен прям басынан бастап айтпаймын, бірақ негізгі жерін айтып кетейік. Так, мына бір жерді қараңыздаршы. Біздің универде дейді да, енді қыз бен жігіттер жүрді дейді бір-бірімен. Сол жерде қыздар туралы битіп айтып жатыр. У кого-то, дейді да, серьезно, кто-то изначально от скуки, кто-то ради выгоды, и даже были те, кто хотел залететь и выйти скорее замуж. То есть біздің универде қыздардың көбісі серьезно жүрді жігітімен, көбісі просто уақытты өткізу үшін жүрді, ал кейбіреулер даже өзін ойлап, сол жігітпен жатып алып, екі қабат болдырып, өзін соған тезірек тұрмысқа шығып кету жағын ойлады дейді. Тура осы жерге назар аударайықшы. Неге бұл жерін айтып жатыр десеңіз, ары қарай оқиын. Это, как правило, были тихони с юга дейді. Көбінесе именно осы тұсын айтып жатыр да, жаңағы жігіттерді өзімен жатқызып алып, кейіннен өзіне үйлендіретін, көбінесе это, как правило, были тихони с юга дейді. Оңтүстіктің тыныш ешкіммен араласпайтын қыздар еді дейді. Неге біз бұл жеріне назар аудармаймыз? Осы тұсын маған түсіндіріңдерші, біреулерің болсын. Неге біз осы жеріне назар аудармаймыз? То есть сендер түсініп жатсыңдар ма? Жаңағы, ой, Мадина, дұрыс жасадың, сен жігіт, әрине, ол сені қандай алдады, ол сені использовать етті деп жатқан қыздарың оңтүстіктің өте тәрбиелі, жаңа тыныш, өзін ұстаған, сондай сабырлы қыздарын тыныш болып қалған, өзімен өзі жүрген қыздар деп алады да, и именно сол қыздар специально жігіттермен жатып алады да, кейін соларға тұрмысқа шығып кетеді дейді. Неге осы тұсына біз назар аудармаймыз? Шынымен достар, ойланып қараңдаршы. То есть оңтүстіктің қыздары Мадинаның ойынша жатқыш екен біріншіден, и екіншіден специально жатқыш екен, и үшіншіден олардың бүкіл ойы солар тезірек өзіне үйлендіріп тастау. Неге біз осы тұсын алмаймыз? Неге біз ойланбаймыз? Ойлана, не деген сұмдық қыз, қазақтың қызы болып тұрып, қазақтың қызы туралы үстіп айтып жатыр деп? Түсінбей, мақыл, енді явно ғой көрініп тұр, өз оңтүстіктің қызы емес, бірақ түсінбеймін, неге ол бұлай ойлайды? Неге біз осы жерде айтпаймыз Мадинаға, сен қалай, не деп жатсың сен, не сөйлеп жатсың сен? Қалай сонда сен оңтүстіктің қыздарын жүргіз, жатқыш деп жатсың ба деп айтпаймыз? Мен қайта бұл жерде соны айта бересің демеңіздер да. Бірақ мен тағы да айтам, бұл қызды қаралап атқан жоқпын, Мадина деген қызды. Бірақ реально өздерің ойлаңдаршы. То есть тихони с юга дейді да. То есть тихони деген тып-тыныш, оңтүстіктің қыздары, тып-тыныш деген сөздің түбінде андай қыздарды айтып жатыр ғой, который сабаққа келеді, сабағын оқиды универде, қайттан общагаға барады, немесе квартираға барып жүреді да, қайттан келеді, әп-әдемі, сұп-сұлу, жақсы оқитын, там өте тәрбиелі жігітті жолықтырады да, и сол жігітпен түбінде тұрмысқа шығып кетсе болды. Бұл қыздың ойынша
ана жігітпен жатты да, енді сол жігітті өзіне үйлендіріп жатыр деп ойлап жатқан сияқты ше, білмеймін, сондай сияқты. Білмеймін, көре алмаушылық қасиет ма, өзінде бір жігіт болмаған екен, өзінде бір андай сезім болмаған екен, ана сезімі бар, нормальный отношение құрып жатқан жігітпен қызға барып, өзінде ана қыз тап-тыныш еді, ана қыз постоянно ешкіммен араласпай сабағын оқи беретін қыз еді, мынамен жатып апты да, енді өзіне үйлендіріп жатыр екен ғой деп ой түйеді екен да. Просто менің андай ішім ашитын да, енді мен оңтүстіктің жігітімін өзім негізі, бірақ маған андай оңтүстіктігі бола ма, солтүстіктігі бола ма, бірақ нәзік жандыларды болсын, жігіттерді болсын, мақұл, енді бұл жерде нәзік жандылар болып отыр ғой, нәзік жандыларды олай қаралауына, қазақтың қыздарын үйтіп қаралауына мен өзім рұқсат бермейтінем бар ғой. Білмеймін, қайда қарап жатыр, ену қайда қарап жатыр. Неғып сендер айтпайсыңдар, сен біліп жатсың ба, сен бұл жерде кәдімгідей халықтың арасында осындай бір дүрбелең салмақшысың, сен анау оңтүстіктің қыздарына тіл тигізіп жатсың, білесің ба, ертең олар шуша неге бұндай жері бізде просто ұмытылып кете салады, түсінбеймін мен, вообще түсініп жатқан жоқпын бар ғой. Вообще бар ғой, бұл бір анандай қыз сияқты бар ғой, бір түсінбеймін, мына историяны өзінің ойынан да шығарып алған сияқты бар ғой, сенбеймін, потому что реально қараш, кітаптағыдай қылып жазғанда мына жерде қараш, просто жігітті сипаттаған жерін қараңдаршы, он обычный. То есть ол қарапайым дейді да, жаңа жігітін айтып жатыр, алдап кеткен. Нормальный жігіт дейді. В меру симпатичный. То есть қатты әдемі емес, бірақ сүйкімді. Семіз емес дейді, бірақ арықта емес. Урод емес дейді да, бірақ андай сызылып қалған жігіт те емес. Самовлюбленный, өзін өзі сүйетін красавчик. Качок емес, андай дене шығып кеткен. Ну и бой кішкентай бір сүйкімсіз біреу емес дейді да. Ну и Майкл Джордан сияқты ұзында емес дейді. Білмеймін, прямо бір андай кітаптағыдай қылып жазғанда, слегка сумуглава, чуть-чуть қаралау дейді да, прям қатты қара болмаса да, кірпіктері ұзын, мына жерлері скулдар көрінетін, прям бір керемет, білмеймін, прям бір абзац қылып жазған ғой мына жігіт туралы ше. То есть ойлап жатсыздар ма, сен өзіңді алдап кеткен жігітті барынша керемет қылып сипаттап жатқан түсініп жатыр ма мына қыз? То есть мысалға ойлашы, сен мысалға қыздап жатырмын да, қыздар ойлаңдаршы, сендер жазыңдаршы комментарийге. То есть сені жігіт алдап кетті да, сен кіріп, мені мына жігіт алдап кетті, айуан екен, мені үсті, мені бүйсті, кейін мен шыдаймай кетті, мен бұлай жасадым деудің орнына бұл басынан бастайды. Ой, керемет жігіт, қас десе қасы бар, бас десе басы бар, бой десе бойы бар, ой десе ойы бар деп тұрып, әдемілеп сипаттап келеді да, бірақ ешак екен деп соңын жаман қылып бітір. Бір кітапты көп оқып болған, бір или специально бір үстіп құралған бір тема деп ойламайсыңдар ма? Жо, менше сразу айтайыншы, тағы да айтқым келеді да, потому что қазір елдер дұрыс түсінбеуі мүмкін да. Мен ойымнан алып жатқан жоқпын. Мен жаңағы айтып жатқан дүниенің барлығы жаңағы қыздың историясынан алынған. Жоқ, сенбеймін, мен ондай жері жоқ дейтіндер болса, кіріп қараңдар, действительно бар ма екен, мен даже суретіне дейін мына жерде көрсетіп жатыр. Просто біз жаңағы бүйтті, ана қыз былай істеді, мына жігіт бүйтіп алдап кетті дегеннен көрі, историяның ең аянышты жерлерінен алғаннан көрі, историяда бір жыныңа тиетін, бір дұрыс емес пікір, қыздың бір ақтай бермей, ойбай сен жақсың дей бермей, қыздың өзі қандай, ол вообще не айтып жатыр, оның өмірге деген көзқарасы қандай, сондай тұстарын да айту керек та, басқа адамдарға көзқарасы қандай. Мысалға, оңтүстіктің қыздарын бұл неге жек көреді, понимаешь? Олар да қазақтың қызы, сен де қазақ, не болып қалды соншама, білмеймін. Оңтүстіктің қыздары жігітін тартып алды ма, жоқ, сен жігітің соған кетіп қалды ма? Осындай жеріне назар аударуымыз керек та. Мен тағы да айтамын, Мадинаны қаралап жатқан жоқпын. Просто реально фактілерге сүйеніп айтып жатыр. Ал сендердің ойларың қандай? Мен полный ана тамаққа қосқан бәлесін ондайын айтпаймын. Мен реально факт, ол и так та тарқалып кеткен нәрсе. Просто мен реально осы әңгімедегі болып жатқан жынды келтіретін тұсын айтып жатырмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде дәл осы видеоға лайк басыңыздар. Және осы тұсын басқалар көру үшін видеоны тарқатыңыздар.